Жас кезінен бастап, Әлім өмірдің қатал сынақтарымен бетпе-бет келді. Оның шағын ауылындағы күндері күн шуағы мен көлеңкелер арасында өтіп жатса да, жүрегінде әрдайым бір тынышсыздық пен аңсау бар еді. Әлім бала кезінен-ақ өзгеше еді. Ол өмірдің сырын ерте түсініп, қиындықтарға шыдамды, бірақ кейде өз жолынан адасып кеткен жігіт. Анасы оның өміріндегі ең асыл тұлға, мейірімділігімен, жылуымен, қамқорлығымен танымал еді. Алайда, ауыр сырқат ауруы оның жүрегін ғана емес, денесін де әлсіретті. Әкеміз сияқты, анасының да өмірі біртіндеп шаршап, соңғы демдерін санағандай сезілді. Ол әрқашан Әлімге қолдау көрсете отырып, өзінің ең қиын сәттерінде де мейірімділікке толы сөздерімен, жылы құшағымен жанашырлық танытты. Бірақ жасөспірім жүрегі кейде жауапкершіліктің ауырлығын түсінбейді. Әлім өз армандары мен қалауларының ізінен жетіле берді. Қаланың үлкен мүмкіндіктері мен жаңа өмір сүру салты оның көзіне жайнап, ал анасына күтім жасаудың, оның ауыртпалықтарын түсінудің маңызын уақыт өте келе ұмытып кетті. Әлімнің жүрегінде сол кезде тек өз болашағының жарығы ғана көрінді. Өз еркіндігі мен жаңа жетістіктердің ыңғайлылығы оның ойында басты орын алды. Бір күні жас жігіт үлкен шешім қабылдады. Өзіне ұнамды, бақытты өмір сүру арманына шомылу мақсатында, ол анасына көрсеткен қамқорлығын артқа тастап, анасын қарттар үйіне жіберу жолын таңдады. Ол үшін бұл шешім жеке еркіндікке қол жеткізу, жаңа өмірдің бастамасы еді. Сол сәтте оның жан дүниесінде жауапкершілік, ниет пен арманның араласуы байқалды. Бір жағынан ол өз болашағына сеніммен қараса, екінші жағынан анасының мейірімділігі мен жанашырлығын артта қалдыру ауыр сезімге толы болды. Уақыт жылжыды, жас кездің сырлы күндері артта қалды. Әлім қалаға келіп, жаңа өмірдің қыр-сырын танып, жетістіктерге жетіп, өзін таба бастады. Қаланың шулаулы көшелерінде, заманауи ғимараттардың көлеңкесінде жүріп өткен әрбір қадамында, ол өз өмірінің жаңа парақтарын ашты. Бірақ сол жетістіктердің арасында да, оның жүрегінде ешқашан толтыра алмайтын бос орын, баяғы күндердің естелігі, жатқазық ретінде қалды. Уақыт өз аяғын созды, ал өткеннің қадірлі естеліктері мен өкіншектерінің салдары да бірге артта қалмады. Қаланың заманауи өмірінде үлкен жетістіктерге жеткен Әлім, ірі компанияның директоры атанғанымен, жүрегінде бұрынғы таңдауларынан қалған жаралар мен өкіншектердің ауырлығы ешқашан ұмытылмады. Бір күні күтпеген уақытта, телефонның шырылдауы оның сабырлы әлемін дүр сілкіндірді. Қоңыраудың ар жағында ол анасының денсаулығының күрт нашарлағаны және оның қарттар үйіне орналастырылғаны туралы хабарды алды. Сол сәтте оның жүрегіндегі суық қабырғалар бірден еріп, ескі қателіктер мен өкініштер жауғандай сезілді. Неге мен анамды тастап кеттім деген сұрақ өзінен өзі ақылды. Өткеннің салдары мен өзінің жауапкершіліктен алшақтаған шешімін қайтадан еске салды. Әлімнің ішкі әлемінде ертерек жасалған таңдау енді айқын көрініс тапты. Өткенді қайта қарап, ол өз қателіктерін мойындауға мәжбүр болды. Армандар мен мансап жолындағы қуаныштарына беріліп кеткен уақыттың ішінде, оның жүрегінде анасының қаншалықты махаббатпен күтіп тұрғаны, оның жалғыздығы мен ауыртпалығын қалай ұмытып кеткенін аңғарды. Сол бір хабар әрбір ұмытылып кеткен сәтті, әрбір жасырын сезімді қайта жаңғыртып, жүрегін ауыр өкініш толқынымен толтырды. Осы сәтте Әлім өткеннің қателіктерімен бетпе-бет келіп, өз шешімінің салдарын толық сезінді. Оның өміріндегі ең маңызды адам, анасы, оның мейірімді жүрегі мен шексіз сүйіспеншілігі қайтадан есіне түсіп, жан дүниесін терең толқынысқа бөлеп жіберді. Бұл хабар Әлімнің ішкі әлеміне жаңа өзгерістердің бастауы ретінде әсер етіп, өткеннің салдары мен өкіншектерінің өз орнын табуына әкелді. Әлім сол хабардан кейін еш кідірмей, жүрегіндегі өкіншектер мен өкініштерден құтылу үшін нақты әрекетке көшті. Өткеннің ауыр салмағы мен өз қателіктерін мойындаудың қажеттілігі оның ішкі әлемін шайқалып, жаңа бет бастауды талап етті. Осы себепті ол анасына соңғы рет бару туралы шешім қабылдады. Қарттар үйіне жеткенде, Әлім өзіне таныс әрі жан дүниесін толтыратын бір бейнені көрді. Анасының алдында тұрған әйел сол жылдардың ауыртпалығын сақтап қалғандай еді. Бетінде өткеннің іздері, терең әжімдер мен уайымның белгілері. Оның жымиысы сол бір кезде өмірдің ең жылы сәттерін еске түсірсе, көздеріндегі ылғи жалғыздық пен шексіз мұң Әлімнің жүрегіне соққы берді. Бұл көрініс оның ішкі жан дүниесін ескі фотосуреттердегідей жаңғыртып, өткеннің жарқын және ауыр сәттерін қайтадан есіне салды. Әлім анасының жанында отырып, әрбір ескі суретті,
әрбір жайылымды естелікті қайтадан бастан кешірді. Ол анасының бала кезіндегі күлімсіреген бейнесін, оның шексіз мейірімін, өмірдің ауыртпалығына қарамастан әжімдермен сіңген бақытты сәттерін есіне алды. Сол кезде жүрегінде шексіз кешірім сұраудың қажеттілігі оянды. Әлім өзіне қатаң сын көзбен қарап, өткендегі өз қателігін түбегейлі түсініп, анасына деген сүйіспеншілікті қайтадан бағалауға кірісті. Күндер өтіп, әрбір сәт анасының жанында өткізген уақыт Әлім үшін ерекше мағынамен түсусынды. Ол анасына өз өкінішін, өзінен кешірім сұрау жолын аша түсті. Әр таң, әр кеш анасының қасынан жетіп, оның жылуынан, қамқорлығынан ләззат алды. Алайда табиғаттың заңдары уақытты тоқтатпайтындығын еске салды. Анасының денсаулығы күшейген ауыртпалықтан артта қалмады. Оның жан дүниесі ақырында тыныштыққа кетті. Анасының өмірінен айырылған сәтте, Әлім жүрегінде өзіне ауыр жүк кешірім сұраумен өкініштің терең салмағын сезінді. Ол өз өмірінде анасына берілген махаббаттың қаншалықты құнды екенін, оның қолдауы мен мейірімінің қайта оралмайтындығын түсінді. Осы қайтар жол оның өткенге оралып, өз қателіктерін мойындауы, ішкі жан дүниесін тазалап, өмірдің ең маңызды құндылықтарын қайта бағалауының символы болды. Анасының жоғалуы Әлімнің өміріне соққы беріп, оның жан дүниесін түбегейлі өзгертуге себеп болды. Бұл ауыр шығыстар оның жүрегінде мәңгілік із қалдырды. Сол ізден өкіну мен өкініштің даңқы орын тапты. Анасының кетуі арқылы Әлім өмірдің шынайы мағынасы, оның ең маңызды құндылықтары, отбасы, махаббат пен жанашырлық туралы терең ойларға бой алды. Өткенін қайта қарастыру кезінде, ол өз өмірінің мәні мен бағытын қайта бағалады. Жас кезіндегі қателіктері мен армандарына беріліп кеткен сәттер, анасына жеткізілмеген сүйіспеншілік, барлығы оның жан дүниесін ересек, ақылға толған адамға айналдыруға түрткі болды. Ол түсінді, өмірдегі ең басты байлық өзара түсіністік, қамқорлық пен махаббат. Бұл ойлар оның жүрегінде жаңа тыныс, жаңа үміт оятып, өмірін түбегейлі өзгертуге итермеледі. Өткеннің сабақтарын жүрегіне сіңірген Әлім, өз тәжірибесі арқылы басқаларға көмек көрсетуді мақсат етті. Ол жастар мен ересектерге өмірдің қиын сынақтарын жеңу жолын үйрететін арнайы жоба бастады. Бұл жоба арқылы ол өз тарихын ашық айтып, анасына жасаған қатені кешіріп, оның орнына мейірімділік пен жанашырлық көрсетуге шақырды. Әлім әрбір кездесуде, әрбір семинарда өз тәжірибесінің ауыр сабақтарын баян етіп, адамдарға өмірдегі басты құндылықтарды, отбасы мен сүйіспеншілікті бағалауды үйретті. Осылайша оның өміріндегі өкіну мен өкініш тек өзіне ғана емес, қоғамға да үлкен сабақ болды. Әлімнің жобасы арқылы көптеген жастар өздерінің өмір жолындағы қиындықтарды жеңіп, қателіктерінен сабақ алып, жаңа беттерді ашты. Оның әңгімелері мен үнсіз кешірім сұрауы, өмірдің қиындығына қарамастан, мейірімділік пен жанашырлықтың мәңгілік құндылығының дәлелі болды. Әлімнің ішкі өзгерістері мен өткеннің ауыр тәжірибесі оны шынайы адамгершілікке жетеледі. Өмірдің терең мағынасы мен мәнін түсініп, ол енді болашаққа жаңа үмітпен қарады. Өткеннің ауыр жүктемесі оның жүрегінде мәңгілік сабақ болып қалса да, сол сабақ арқылы ол болашақта мейірімділік пен жанашырлықтың нұрлы жолын бастады. Бұл жаңа бет оның жеке қайта туылуы ғана емес, қоғамға таралған, әрбір адамға өмірдің шынайы құндылықтарын еске салатын жарқын мүсінге айналды. Жылдар атып, уақыттың ағымымен Әлім өзінің өмір жолының ең ауыр сынақтарының бірімен қайта бетпе-бет келді. Бір кездері жас жігіттің жүрегінде от сөнбейтін өкініш пен өкіну жалғасса, ол енді қарттар үйіне қайта оралды. Бұл сапар оның ішкі әлемін, өткеннің ауыр іздерін қайта жаңғыртты, жүрегі бұрынғыдай ауыр әрі үмітсіз болды. Бірақ сол жүрек сонымен бірге кешірім мен өзгерістің жарқыраған белгісіге айналды. Қайтар жолдағы әрбір қадам Әлімге өз өткенін тереңірек түсінуге мүмкіндік берді. Ол қарттар үйінің тыныш бұрышында, анасының бетінде терең әжімдер мен өмірдің салмағын көріп, сол сәттерді өз өміріндегі ең маңызды сабақ ретінде қабылдады. Өткеннің қателіктері мен өкініштері оған өз-өзін кешіруге, жүрегіндегі ауыр жүктемелерден арылуға жол ашты. Оның ішкі жан дүниесі қайта оянды. Бұрынғы өкінушілік пен өкініштердің орнына мейірім мен жанашырлық шуағы жады. Осы сапар барысында Әлім анасының мәңгілік мейірімін жүрегінде сақтап қалды. Ол анасының махаббаты мен қолдауының маңызын, өмірдің ең терең құндылықтарын қайтадан түсініп, осы тәжірибені жаңа көзқараспен мақсатқа айналдырды. Анасының сүйіспеншілігі оның өмірін жалғастыруға күш беріп, болашаққа деген үмітін оятып, оны жаңғыруға жетеледі.
Әлімнің жүрегіндегі бұл өзгеріс оның өткен қателіктерін мойындап, кешірім сұрауға және өз-өзін өзгертуге жол ашты. Бұл сапар оның ішкі жан дүниесінде түбегейлі жаңғыруда, өсу мен өзгерістің бейнесін қалыптастырды. Өткеннің ауыр жүктемесі мен өкініштері, артта қалған жаралар, уақыт өте келе оның жеке тұлғасының бір бөлшегіне айналды, ал ол сол жараларды емітіп, болашаққа жаңаша көзқараспен қарауға мүмкіндік тапты. Соңында Әлімнің өмір жолындағы бұл эмоционалды финал, оның өз ішкі әлеміндегі кешірім мен өкінуді, жанашырлық пен өзгерісті бейнелеген символға айналды.